Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында блендерсіз балмұздақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге мен екі түрлі қылып дайындадым. Біріншісін йогурттан жасап көрдім, және осындай банан мен кивиден жасадым. Және өзіңізге қалаған бұл жерде компот, менде өріктің компоты, немесе апельсин шырынын да қолдансаңыз болады. Алдын ала барлық банандарымызды осылай ұсақтап турап, вилканың көмегімен осылай езіп шығатын боламыз. Оның үстінен 50 граммдай ғана компотымызды құйып араластырып, осылай дайындап аламыз. Екінші кезекте кивидті дәл солай ұсақтап турап, онда вилканың көмегімен езіп шығатын боламыз. Оған да 50 граммдай компотыңызды құйып, осылай дайындап аламыз. Ал үшінші кезекте менде мұзда қатырылған шие, сіз қалауыңыз бойынша малина, клубника алсаңыз болады. Осылай шиені мен шпилканың көмегімен сүйектерінен ажыратып, осылай бөлек ыдысқа осылай салып алдым. Бұда компот құймаймыз, шие өзі сулы, және бұған бір ас қасық, кішкентай қасықпен қант салатын боламыз. Осылай су жақсы өзінің суы шығатын болады. Оны да дәл осылай вилканың көмегімен езіп шығатын боламыз. Осылай барлық үшеуін дайындап алып, бізге осындай пластмасс ыдыс қажет. Мен осылай үшеуін кезекпе-кезек екі қасықтан құйып шықтым барлығын. Осылай құйып, таяқшаларын салып, морозильникке 6 немесе 7 сағатқа тұрғаны өте дұрыс. Сол кезде жақсы қататын болады. Осылай барлығын салып алыңыздар. Ал екіншіде осылай менде йогуртты жай әшейін төбесін тесіп, оған таяқша салып, осылай қатыратын боламын. Оны да 5-6 сағатқа қатырсаңыз болады. Ал үшіншісінде кішкене ғана йогуртты түбінде алып қалып, қалған банан, киви және шиемізді қалған барлығын осындай ыдысына, йогурттың ыдысына осылай құйып шығатын боламыз. Осылай құйып дайындап көрсеңіздер болады. Достар, менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, сізде осылай дайындайтын болсаңыз, комментария қалдырыңыз. Барлықтарыңызға осылай дайындап көруге кеңес беремін. Міне біздің балмұздақтарымыз осылай 6-7 сағаттан кейін шықты. Мен осындай ыстық сусыз, жай кішкене жан-жағын қысу арқылы шығарып алдым барлығын. Кішкене осылай қыссаңыз, өзі ажыратылып шығады. Өте дәмді, осылай әдемі форма болып шығады. Осы мороженое менің балаларыма ұнады. Сізде дәл осылай дайындап көрсеңіздер болады. Дайындап көріңіздер, ас болсын.